Ассалаумағалейкум достар, ассалаумағалейкум қазақша түсінетіндер. Бұл шәй әңгіме жобасы. Бүгін бізде қонақта Абибас құрамасы, Абибас командасы және де Елдар Жұмағалиев, элемент семей. Елдар, Темірлан, Дәурен, Наурыз. Қош келдіңдер, келгендеріне рахмет. Әңгімеден бастайық па сразу? Шәй әңгімен формат бойынша әркім өз басынан өткен қызықты оқиғаларды айтады. Егер де біреуде дайын болса, резко бастай беруге болады. Дәурен бастайын деп отыр, көзінен көріп тұр. Бастай берейін. Қостай қоясыңдар ғой? Қостай қоямыз. Менде бір оқиға бар. Басына өткен оқиға. По-любому соны айтасың. Я сол айтып енді. Че ты перебиваешь? Орысша сөйлейтін бар. Когда говорить людей, слушать надо. Давай, да. Қазақша түсінетіндер деп айтты ғой дейді ана. Иә, қош. Мен басына өткен оқиға 2019 жылы мен колледжде оқыдым, Оралда. 12 колледж. Шарағы дейді ғой, шарағы. Ренжімей ма ол Иә, колледж? сонда жоқ, оны ренжімейді. Шарағы деген. Бай бұрын шарағы болған ғой, қазір колледж ғой. Шарага дейтіндей, оңағай оқыған ғой онда. Сонда оқыған ғой. Қандай мамандық? Сонда, короче, экзамен тапсырамын. Жауап берейін ба? Экзамен тапсырамын. Өзі біледі. Тарихқа. Ол информация сосын айтып береді. Сұрақтарға таңдаулы жауап береді. Солға естімейді. Тарих сабағына экзамен тапсырамын. Оң жағынан айтып отыр. Бірақ не автокранның оқуын оқыдым. Автокран? Иә. Соған тарихтың экзамен тапсырамын. Крановщик көп па? Крановщик неге? Кранмен бүйтіп отырған кезде қазақ ханды қашан қабылдайды деп сұрақ қалса. Экзамен тапсыруға барамын. Автокранчик болар да? Кран болып оқымайды шығарсың. Кран, ілвелетін кран білесің ғой? Иә. Сөйтіп комментке барамын. Комментке барғанда балдар апыр-топыр жүгіріп жатыр. Не болып отырмын? Мен неге жүріп жатыр деп ойлап қоямын. Сұрамайсың ба? Жоқ, сұрап жатқан жоқпын, өзі жүріп не етеді. Сөйтіп бір кезде бүйтіп қарап қалсам, бәрі шпаргалка дайындап қойған ғой. Мен дым шпаргалкам уайымдамай келгенмін ғой, сервет. Қорықпай келгенмін ғой. Сен өз біліміңе сеніп кетіпсің ба, или просто дайындалмай келе салдың ба? Просто дайындалмай келдім, мен вообще оқымаймын ғой сабақ. Нөл ғой мен. Ол явно Дәурен. Иә. Балдар экзаменге дайындалған бәрі, шпаргалка бәрін жазып алған. Тұрдым тұрамда группасы балдарына sayım. Мен артық шпаргалка бар, мамам беріңізші, мен істеген жоқпын деп. Бар өзімізге керек дейді. Сосын бір группасы балам 3 шпаргалка дайындап қойған. Бірінші нұсқа, екінші нұсқа, үшінші нұсқа. Сосын сұрадым, бір нұсқаны маған бер қойшы деп. Сосын мен мына ала қойшы депті, үшінші нұсқаны маған берді. Сосын мынаны қандай етіп жазып қойған ғой, мынадай. Туған ыңғайлы ғой. Бой шпаргалка. Сосын соны алдым. Сосын бір группасы балам тапсырып келгеннен кейін барыңдаршы, келесі баланы шақырып жатыр дейді. Мен шпаргалкамның көйлегімді жеңіне қыстырып алдым да кетіп қалдым. Қайда? Экзамен тапсыруға. Басқа мектепте отыр ғой. Сосын комментке бардым. Сосын мұғалім тұрды. Саламатсыз деді. Ана шеткі компьютер бос как раз, соны отыра қойшы деді. Жақсы деп шеткі компьютерге басам. Как раз үшінші нұсқа тұр ғой. Сосын менде үшінші нұсқаның жауаптары тұр. Бейт патихара шығар, бейт. Ойланып отқан. Қалай болып патихара? Ойланып отқан сияқты болсын ғой. Ойланғандай болсын ғой. Сөйтіп ойланғандай ғой, бейт патихара жауаптарын қарап, бейт. Басып, бейт. Басып. Жанжалма қарап қойын, бейт. Басып. Мандырай болып отырмын еще өзім. Терім ағып, бітіп болып отырмын. Бейт патихара қарап, жауаптармен жауап, басып. Осы андай компьютермен ғой, айта ұмыт кеткен ғой. Онлайннан. Сөйтіп, бәрін басып болғаннан кейін андай сан шықты, короче. 4 деген сан шықты. Мен ол балма, не, түсінбей қалдым. Мен ол қақпаймын ғой, дейді. 400 апайға айттым, короче. Апай, мен болдым дедім. Қайсы деді? Ма? Еше, 4-ке тапсырыпсың ғой, дейді. Еше қасында біздің куратор тұр ғой. Мен қалай мынау сабақ еше оқымайды мынау. Сабақ оқымайды мынау қалай 4-ке тапсырып тұр, анау мынау дейді. Сосын сен не дедің? Мен іштебе деген жоқпын. Айтады, шпаргалка бірдеңе қолданғанысың ба дейді. Мен жоқ деймін ғой. Мұндай еш қалтаны тексерейін дейді, шпаргалка мен қалтама салып алғанмын ғой. Қалтам тексерейін деп жатыр. Сөйтіп барам да, не істеркем, ұсталып қалған ба деп ойланып, мен де қорқып тұрмын. Қасына барам.
сөйтіп бір кезде қолым желап қолым қалтама саламын. Сөйтсем қалтам тесік екен ғой. Ана шпаргалка түсіп қалған ғой. Берге қалтаңды тексерейін дейді. Ой, тексеремін, қалтам тесік, мен жарым емеспін ғой, мен тесік қалта шпаргалка салып. Апай бүйтсе, қолым қалтасады, өй десе. Тихо. Давай, айтар. Қолым қалтама салады. Мәшін мен қалтам тесік екен ғой дейді. Қайсы бір жер түсіп қалған ба дейді. Қарайды, таба алмайды. Мәндір, мен өзім таба алмай алдым анан. Шпаргалканы өзім таба алмай алдым. Қаяқта екен? Білмеймін қаяқта екен. Сөйтінде, өзіміз кабинетке бардым. Балдар сөйтті, че там, тапсырдың ба дейді. Сосын, тапсырдым, қанша дейді, 4. Қойшы, ұстап қойыңыз ба дейді. Жоқ, я просто қалтама салдым. Қалтам тесік, бірақ қалтам тесік. Бір жерге түсіп қалған деймін ғой. Сосын, айтады, мә қуасың, апай тауып алса қора бересің ғой дейді. Ой, таппайды, даже мен өзім таба алмай алдым дедім. Сосын. Сосын болды. Сондай оқиға ғой. Атаң жыртып па? Тапқан жоқсың ба шпаргалканы? Вообще тапқан жоқпын. Байқа. Вообще Сен білдірсейін деп ойлап қалдың ба? қаяққа түсіп қалғанмын, вообще түсіп қалғанмын, өзім таба алмай алдым. Апай да өзім таба алмай алдым. Еще қазір андай шалбар болсын, трико болсын, қалталар қытайский ғой, жаққа. Жіліп қала береді ғой. Сонда сен Сол пайдасы да бар, сол пайдасы жоқ емес те бар. Қазақстанда өндірістің дамымағанын айтқың келді ма? Сондай ғой. Сондай болып тұр Қалтаның ғой. сапасыз екенін, киім нашар екенін айтқысы келген ғой. Нашар. Бұның историясы Тесік не? қала береді ғой. Добивкасы емес, барысы всегда қызық. Үйде Жоқ, сен мен ойладым қазір шпаргалка қалтадан түсіп, туфлиыма кіріп кетті дейтін добивка күттім да. одан ештеңе Жалған күтіп айтпаған шығарсың. Өзім вообще таба алмай Тым алдым. жоқ шалбар. Неге апыр-топыр болып жүріп соны айтпадың? Бәрі мандырақ жап бүйтіп дайындалып жатыр ғой енді, жүгіріп апыр-топыр жүгірмеймін. Кабинетіне сен жалғыз болдың ба? Или басқа адамдар болды ма? Жоқ, мен и группаластарым өзіміз кабинетте ғой. Экзамен басқа кабинетте болып жатыр. Сол өзіміз кабинетке барып тұрмын ғой мен. Мен по идее үйден барып кабинетке барып тұрмын ғой. Мен үйден шықтым да, колледжге барып кабинетке баттым. Балдар апыр-топыр жүгіріп дайындалып жатқан болып тұр ғой. Мен дайындалмай отырдым. Сонымен барып шпаргалка сұрап алып тұрмын ғой. Үйден кабинетке барып неге жатады? Компьютер примерно, компьютерлар осылай кабинеттің бойымен тұр, иә? Былай бүйтіп қоршалған Значит, сен ғой. жалғыз емессің кабинетте. Басқа адамдар тапсырып жатыр ғой сен. Тапсырып жатыр, біз группаластар апай бар бәрі. несі жынады бірақ түйіні қазіргі Киім нашар Киім деген нашар айтқысы болды. келген ғой. Әрине. каждый историядан осылай не Неге шығарып жатса Қазақстанда сапалы шалбарлар Иә. кейін неге өндірмейді? сонда болса барлығы экзамендар честно болушы каждый историядан осылай нетіп Әркім отырайық өз білімімен бағасын алушы еді. түйін шығарып отырайық онда Тамаша. Әр историяның артын жабайық онда. давай Ойдан құрасың. кім наурыз или мен айтайын ба Диплом алды ма? крановщик демекші бұл оңай оқыған ғой сөйтіп крановщик оқып право алмайған ғой алмай кетіп қалған сосын Экзамен тапсырмай. экзамен тапсырмаған жоқ экзамен тапсырған право алмаған ғой неге до конца бармадым десем оны соңынан барып алу керек дейді Сонынан апайдан енді сұрамайсың ба қалай алу керек десем білмеймін что-то апайдың өзі білмейтін сияқты дейді короче андай дипломға немұралар қарай салды Жоқ, диплом бәрі бар ғой, корочка, морочка, куәлік дегендер бар. Именно право. право жоқ па Сен бірақ ол мамандықпен істеген жоқсың ба, крановщик ойынша? Жоқ, вообще істеген ғой. Қайда көрдің ба? Жаңағыдай просто отырғызады да, чё почем үйретеді ғой, былай. почем Практика, иә? Практика сияқты ғой, андай отырғызып. Түсіресің, көтересің, айналдырасың дейді. Ілбелесің деген ғой. осы жерден кесеміз де именно бірінші история басталады Достоевский деген поэт бар ғой соның үйінде бұхат еткен короче 2000 енді бұрында ол Достоевскиймен емес шығар. жоқ Достоевский емес короче 2014-те Достоевскийдің семейде музейі бар ғой акиматтың қасында сонда охранник болып жұмыс істегенмін сонда охранник болып Оның үйі музей болып еді. үйі музей болып кетті и сонда охранник болып жұмыс істедім қасымда бір напарник болады орыс енді шалдау сөйтіп короче дос балалар келіп жүретін енді түнде чтобы ішіп пыспас үшін қасыма сөйтіп бір күні дос балам жұмысқа қазір қайдасың дейді осылай жұмыста қазір келемін дейді келген қолына в общем енді жас кезде ғой андай пробовать еткен кезде пиво алып келеді в общем сөйтіп мен айтамын бә сен жынды екенсің ғой ажигалка емес үй смело деп короче кірді
сосын андай бір өзі бөлік бар, ана жақта Достоевскийдің кәдімгі үйі бар бөлік, и достроенный мен отыратын жерім. Саған отдельно салып берген. Иә. Мен отыру үшін. өлең ішін деп. Ана үлкен кісі андай ғой, короче, бауырым сен жассың ғой, мен демала берейін дейді де, жата береді, короче, ұйықтап, мен бодырып жүремін. Сөйтіп анау оян кетпесін дейміз де. Достоевскийдің кәдімгі үйіне кіреміз. Ескі орындықтар, диван бәрі бар. Сонда бастап бүйтіп ақырын ішіп отырмыз. Уже нормально кетіп қаламыз. Анау Бір уақытта шабыт келе бастады. жоқ, ойлашы, Достоевскийдің үйінде екеуміз бәрі что-то класстастар жиналмай кетті деген әңгіме айтып отырмыз ғой. Короче, Достоевскийдің өзі енді ешқашан ойламаған шығар. То, что сондай болатын. Бір охранник келіп, ішет деп па? Иә. Сөйтіп отырмыз, и бір уақытта анау, короче, қасымдағы охранник оянады. Енді қарайды, жоқ, мен іздеген ғой, и дыбыстар шығып жатыр ар жақтан. Сөйтіп түсінбей келеді де, ол, короче, паниковать етеді. Сен мына жерде не ішіп отырсың? Камера жоқ па, кстати, музейде? Жоқ, камера бар, бірақ енді андай, типа, қарамайды. Достоевский. Ол бірдеңе камераны алып қарамайды ғой. Бірдеңе болып жатса, бірдеңе жоғалса қарайды. ЧП болса ғана қарайды. ЧП болса қарайды. Мен типа рисковать етпеймін, ештеңе болмайтын шығар деп отырмын. Сөйтіп анау охранник келді, кипшавать етеді, в общем, сен не істеп отырсың, анау. Мен айтамын, бастықтар көрмейді, уайымдама, нормально. Ол айтады, бұл бастықтар емес, сен Достоевскийдің үйінде бірдеңе деп, бұл жер қандай тарихи жер анау деп бастады. Сөйтіп анау қасымдағы досым сөзіп, жарты сағаттан кейін үшеуміз бірге ішіп отырдық. Үшеуміз бірге ішіп, күшті болып, есікті құлттап, спокойно бір отырғанымыз бар. Ештеңе сынған жоқ. Ештеңе сынған жоқ. Сондықтан енді бүйтіп балаларға прикол ұстап айтамын ғой, Достоевскийдің үйінде пиво ішкенмін десем, ешкім сенбейді де. Осындай методпен осындай. Егер де Достоевский мұражайының бастықтары отырса, архивті қараңыздаршы 2014 жылғы запись шығарып. Камерада. Ставить. Темір стакан жоғалса сол күні ғой. Ала бер. Былай қарасаң тарихи Бұқалова болды. Есте қалатын. Тарихи күндер, тарихи жерде. Менде де бір оқиға бар. Көбісі ойлайды ғой, охранниктер көбісі шет дейбі, сондай не бар ғой. И охранниктер көбісі андай пенсияға шыққан кісілер бар, сондайлар жұмыс істейді ғой, үлкен кісілер. Үйде отырмас үшін. Иә, и көбісі енді барып жұмыста үйде көбісі іше қоймайды ғой. Жұмысқа барып ішеді. Көпше қоймайды. Басына оқиға өткен, енді охранникпен жұмыс істегенмін, өз ауыл жағында. И бір ғана мен сменде үш адам болып түсіп қаламыз бірге. Сол шақ адам ғой түсетін күніне. Сен қай жерде, қандай ғимаратта охранник болдың? Әте өлім ба? Мені. Қазір бір неде... Жоқ, бұлай атын айтпай қой, примерно біз түсінетіндей. Машина салон бар ғой. Машина салон. Машина салон. Бір автосалонда. Айта берейін ба? Қойшыма ештеңе болмай ма? Машина ғой. Қазір екі пост болады, екі адам бер жағында, бір адам ар жағында болады. Просто екі адам бар, екеуі де, короче, шет. И бір жұмыс уақыты бітеді, кешкі сағат 6-та барлығын тапсырамыз, кетеді, есікті құлттап аламыз. И бір кісі, жаңағы кісі ішеді ғой, екі кісі екеуі. И бағана кісі деп өте берейін. Жақсы уже көтеріп қойған, ақырындап звондап үйіндегі қызына звондайды ғой, мұны айтады ғой, сендер мені түсінбейсіңдер, мен осындай мұным бар, ренжісім бар деп. И бір уақытта екі кісі ішіп жатады, мен енді сыртта жүрем ғой, енді обходта дейді. Бір кезде бір адамдар келіп жатады ғой, келіп есікті аш дейді ғой. Мен айтамын, ашуға болмайды, енді сағат уже жұмыс уақыты бітті десек, бағана кісінің қыздары келіп тұр екен ғой. Семьясы келіп тұр. Звондағаннан. Жұмысына. Ренжіп звондағаннан. Менің әкем осындай кісі еді, сендер бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Соны айтамын, кіруге болмайды енді деп жатса айтады. Сендер ішпейтін адамды іштіртіп жатсыңдар деп отыр ғой. Деп айтады да енді. Мен айтамын, кіруге болмайды, қазір бастықтар сөйлейді, камера бар десем, саған не жоқ, жас болып деп маған ілдеді ғой. Сен ішіп алғансың деп ойлап тұр ма?
досына сендер менің әкемді осылай құртқан деп хайбай болып ана жерде кіргізбеске амал болған жоқ. Былай да былай не істеп кірді, одан кейін шум болды, бастықтарға звондап жұмысқа шығарамыз деп. Мен түсінбейді аналар. Бір кезде кісінің несі бар екен, несі күйеу баласы. Күйеу баласы аға осындай видеоларымды көрсетіп, мен осындай команда ойнаймын, образым осындай деп. Мен осылай сөйлеймін деп. Образ дейді шынайы осылай ғой. өмірім осындай десе. Сөйтіп түсіндіріп бір әрендеп сондай бір оқиға болған қызық осыдан. Сен шет деп ойлап қалған ба сонда? Бәрі ойлайды ғой. Ішпейсің ғой да? Не істеп отырсың әлі? не дейді? Басқа нәрсе қызық па? Істеп отырсың ба? 2 айға қасыңда жоқ, қалай істейді ол? Жоқ, жалпы айтамын. Сөйтіп түсіндіріп жұмыста қалдық сонымен. Бірақ сол қатты ана кісі шығарған жоқ па? Ол кісі бе шығып кетті одан кейін. Қасын жоқ, ол ана кісі емес. Ішкен кісі бар ғой. Иә. Басқа сол кісі шығып кетті. Ана кісі қалды. Өйткені оған кішкене доверенность бар еді. Андай кісі деп санаған ғой жұмыстың бастықтары. Ішпейтін адам деп. Сол бірақ ойлауы дұрыс қой енді ана қызың. Бірақ одан кейін де олай тоқтаған жоқ. Ондай оқиғалар одан кейін болды. Бірақ ол кезде есік ашық оймен барған жоқпын уже. Дік. Бәрі нормально. Жоқ, сонда ана бастықтардың жұмыста ішуді нормально деп санап тұр ма? Жоқ, білмейді ғой. Вот именно жұмыс тапсырады ғой алттан кейін. Ол ешкім келмейді тексеруге. Кипіш бол депсің ғой бастыққа. Бастықтарың сонда сен ана жақта ішіп жатқанын білген жоқ па таки? Жоқ, звондаған жоқ қой. Өйткені мен айтып тұрмын осыны ана кісіде шыққан жоқ. Бірақ ана кісіні сен жайдарман ойнағанның амалын алып қалып тұр ғой да? Иә, тағы да бір не бар. Бастықтар охрананың өз нелері бар ғой. Бастықтар бар, начальство бізге зарплата беретін. Ол кісілер жайдарман көреді, біледі мен не екенімді. Мені сөйтіп жайдарманға басқа ойындарға жіберіп сөйтіп жетістік қой жайдарман арқылы охранник болған. Сондай оқиға болған. Жайдарман ойнаған жақсы, неге зато охранник болған кезде құттықтар. Видеосы болмаса кіретін еді қораға. Мен айтайын бен, сондай кезде. Мына жерде түйін айтайық, ішпеңдер. Жұмыста ішпеңдер. Жұмыста емес, вообще ішпеңдер. Жұмыста ішпеңдер деп екеумізге де айтуға келеді екен. Екі оқиғаны бір түйінмен қалай жауып тұрмыз? Федор Достоевскийдің үйінде же. Ол да ұқсас. Федор Достоевский тоже машина ғой, по сути. Поэт. Ақындық нең ашылған жоқ па, ішіп отырып? Жоқ. Любовь моя. Атмосфера мощь болды. Өзіңізде қандай оқиғалар болды басыңызда? Мен бір жылдары саудамен айналысамын деп жаңалық аштым. Бір саудада береке бар деген сөз бар ғой, бірақ ол когда как екен негізі. Не сатам деп шештің? Сол мен Бектас деген дос балам бірге оққан жоғалып кетті бір жылдары. Сосын қайтып келді де андай өзгеріс байқалды. Сана, түп сана деген әңгімелер бар ғой. Аффирмация. Адам өз-өзін емдей алады дейтін адамдар. Сондай болып кетті қазір өзіміз. Сосын сол жылдары жазғы күні Оралға кондиционер келіп жатыр мынандай. Осындай бір бөлмеге арналған дейді жарнамасында. Ананы қоссаң антрактида болады деген сияқты жеткізіп тұр. Болды. Жамау керек, ауырып қаласың деген. Сосын Бектас маған айтты, мен сондаймен айналысып жатырмын. 8 мыңға алып қал дейді. Телевизордан 20 мыңнан сатып жатыр Оралда. 8 мыңға алып қал, мен ағам бар Китайдан алып келді. Не деген кондиционер ол арзан? Соның бағасына қарамай тұрмын ғой. 8 мыңға 12 штук алдым. И біреуін тексердім тек. Ең тексеретіні арамдық па білмеймін, ұшында тұрған болып тұр ғой, ең идеальный. Істейді бәрі нормально, сосын кішкенше шетінен су құю керексің. Су шашып тұрады, қылдырып. Су арқылы сол судың итере ма, салқын қылып сол. В общем, USB істейді, бәрі істейді, сосын машинаға қолдану болады, USB тығып, через, скажет, сондай болады ғой, кондиционер жоқ. Ішінде не бар? Микроволновка болады, в принципе. Милсевет болға, в общем, сол кондиционер айдауға болады екен. Маған солай жетті. В принципе, анау машинада болады.
құда бала болуға болады деді анаған. Үйленсең дос балаң осы болады деді кондиционер. Сосын бәден еще үш несі бар режимі. Не, салқын, сосын салқыннан қатты өте салқын. Іш басасын туберкулез дейтін бар. өмірден өту деген басасын салондар ғой. Режим Sub-Zero деген кезде Sub-Zero шығады да өзі суыт береді. Үшті сары, розовый, жасыл. Ана жасылға қойсаң болды. Біздің Орал тоңып қалуы мүмкін. Басып жүрмейді ғой. Соның бәрі небәрі 8.000-ға десе. Соның бәрі 8.000-ға құда бола қойын деп тұр ғой. Мен неге оның бір штугын алам дедім. Дос балдарым көбейді зато. 12 штугын бер дедім. Үйдегілерден ақша шаптым, 70-80 мың ақша кетті. Сосын енді историяға, статусқа салам ағайын. Сол саудадан кейін жек көрінішті адам болдым Оралда. Прикинь, ана көк түсті коробкасы әлі есімде бар. Мен оказывается маған бергені ғана жақсы болған. Бір ағайға барам, короче, заказ алам дейді, 8 мың, 12 мың сатайын деп тұрмын, 4 мың жасайын өзімше деп есептеп жатырмын. Ананың езбейді қатын жерімде сымдары осындай болады ғой, сосын ана езбейді, келетпейді. Мен тексерген сол болды. Қалғаның бәрі бейді, умаждалып жатыр ғой, бейді, прикинь. Брак. 12 брак. Прикинь, бейді, келмейді. Сосын ана үші режимі ауыстырасың осылай, жайына қойсаң, дейді. Сосын қатылауына қойсаң, өте Орал салқындайды дегенге қоясың ғой, өлім аузында қаласың дегенге. Сөйтіп прикинь, дым өзгермейді, тек розовый сары соған алданасың. Прикинь, 11 штук. Сосын Атыраудан заказ ете ойлаш. Қосасың ғой, комната сәл ыстық боласы болса. Боланады оқытпай. Шешінесің наоборот анады. Атыраудан заказ ете ғой. Бір кісі таксиін салып ашты дейді. Таксиге барады, айтады, 12 күнге беріп жатырмын. Таксист ананы білмейді, атыраулық қой, жаны ашып тұр, алданып тұрған көзбен өзгеріп тұр ғой. Менен алады. Бауырым, аферист сияқты мынау бала дейді. Мынау істеп тұрған жоқ, мынау бауырым дейді. Сосын анау алып кетті. Сосын ана жақта бектасты алданып қалған ол да. Ол мені алдамаған, ол да білмеген. Оған адамдар издеваться еткен ғой. Бір 4 балаға барған, машинаға аламыз деген ғой. Осы бектас. Не, құтылып тағанда олар бізбен жүреді бірге. Асқар мен ережеп қой. Шыбынға айналып қа. Артқа қарай кетті. Сәлден кейін балдыр болады десе. Қазір қайттан келді. Сосын ана бектасқа адамдар издеваться еткен ғой. 4 балаға барған, машинаның ішінде отыр дейді, кондиционер машина. Сосын бит ысырып тұр, көріп тұр дейді, бит айтады дейді. Бауырым, әр аласың ба салқын тек болады. Сосын сол өтпей қалды, бірақ бектас сынған жоқ. Тендермен айналысты. Бір күні маған звондайды, Ақтөбе барып кету керек. Ал барып кетейік. Бірақ біздің ағайын туысқа қонамыз дейді. Үйге пока ақша аз бар. Сосын барып мен ұялып машинада онай іштеймін. Таңертең 11-лерде оянам, кетіп отыр. Сосын бір жерге тоқтатты, ұйықтай бердім. Бектас шығып кетті. Тендерден отқан заттарын апарайын деп жатыр. Бүйтіп басымды алып қарасам, Ақтөбенің түрмесінің ішінде тұрмын ғой, прикинь. Соған ручка тұлып алған ғой Оралдан. Қағаз, мен айтамын. Констовар ғой? Констовар апарып тұр, прикинь. Бүйтіп ағайлар жоқ еді, түрмеде қайтып ұйықтай бердім қорыққаннан. Сосын бұл история бітті, бектас сөйтіп жүріп, тендерінде біреумен танысады. Сосын ол жігіт біреуге ұстаздық етеді. Ол жаңағы ең бірінші тендерінде ана жігіт не өтіп алады деші, бірінші тендерге қатысқан адам. Шымкенттің зауыпаріне егін ұтып алған ғой. Нечайна қатысып, бірінші нең тендерің бегім ұтып алған. Шымкентке бегім апарып беру керексің. Москвадан тапқан. Апарып берген, үстіне 300 мың көрген ғой. Бегемот ұтып алды дегенде шошып кеттім. Бегемот ұтып алып ола не? Сондай история. Базар жоқ. Бұдан шығатын дейін тендерді біліп айналысыңдар тендермен. Вообще жоламады ше тендерға. Түйін ішіне әкелген жоқпыз деп ойлаймын. Түйіндер көп.
әркім өз саласымен айналыссын дейді әркім өзінің білетін нәрсесімен айналысқан дұрыс қой. Сол кезде Қазақстан дамиды. иә сол биге ұмытып қалған. мен айтайын ба? Екеуміз әңгіме айтып қайтады. Сосын Мен 9 жаста Өскеменге көшіп кеттік қой біз семьямен. Өскемен қаласына по семейным обстоятельствам, в общем, көшіп кеттік. Мама, братишка үшеуміз Өскеменде тұрып отырмыз. И Кішкентай кезің ба? 9 класс. Достоевский дейін ба? Достоевский ол кейін ғой. Аха. Оған дейін Өскеменде в общем оқып жатырмыз. И Өскеменде мен қатты ішім пысып жүр, ешкім танымаймын. Еще ол кезде кішкене ол жақта қазақтар аз, көбінесе орыстанған жер ғой. Бұрында тем более. Иә, бұрында в общем мен андай қайда келдім деп бір серый өмірге түсіп кеткен сияқты болдым да. Сөйтіп өзімді алдау керек. КВН-ға қатысайын десем, КВН-ға не жоқ? Лига ма? Команда жоқ. Біз мектептен команда жоқ. Жарайды деймін деп футболға қатысам деп футболға барған кезде, футболға барғанда бір КВН-шіктермен таныстым ба. Сөйтіп солармен бірігіп КВН ойнайын деймін. Короче, айтады, бізге кел ойна, бізде команда бар. Все деймін де, кәдімгі көп шуткалар жазып апарам. Сөйтіп жетекшілер бар, директор, Өскемен КВН филиалының директоры, сол кезде Талғат деген кісі ғой. Сол айтады, сен шуткалардың керегі жоқ, бізде бәрі дайын, мен айтқан нәрсе ойнайсың. Болды деп ойнаймыз, бірінші орын алып кетеміз. Вообще манарда кәдімгі мықты командалар келіп отыр ғой. Семейдің сборные негізі мықты болды ғой кезде. Очень мощный командалар келіп отыр, біз алып кетеміз бірінші орын. Өйткені ол жаза ма, сол үшін ба білмеймін. Еще сол кезде солардың оқып отқан мектебінің директоры қайтыс болды да, кодада соны айтып жылатып кетеміз ғой залды. Сөйтіп біз жылатып кетеміз, еще үшінші ма шығамыз. Зал жылап жатыр. Бізден кейін ешқай команда күлмейді. Сөйтеміз, ұтамыз. Ұтқаннан кейін очень бір кубок, грамота и магнитофон береді. Сөйтті бір бала тұрды, мен кубокты алып кетейінші, үйіме көрсетемін дейді. Екінші тұрды, мен диплом алып кетемін, үйіме көрсетемін. И мен де жаңағыдай, короче, жадность қосылып кетті. Мен магнитофон алып кетейінші, үйге көрсетемін дейді. Неге дейді, көрсетемін, алып келемін дейді. Жарайды, байқа бірақ дейді. Все деп магнитофонмен үйге қайтып бара жатырмын, жаяу. Қыста енді, қараңғыда қайтып бара жатырмын. Ол кезде басқа ұлттар көп қой, жаңа Өскеменде айтқан. И бір азербайжанец па, в общем, чеченец па шығады да. Короче, салам алейкум, анадағын бер дейді ғой маған. Соны мен айтамын, мен бере алмаймын, ол менікі емес деймін, орысша. Сөйтіп пышақты алып шығады қорқыды. Бере сал, пасуй, нормально дейді де. Ауыстырайық десе, прикинь. Пышаққа ба? Деп өзіне тағалсын. Сөйтіп алып алады да, сосын ё-моё деймін де, жарайды деп берем, қорқып. Сөйтем де, үйге кетемін де, отырмын. Сосын жарқындар звондайды жаңағы командаластар. Магнитофонды сұрап жатыр, қайда деп. Айтам, короче, магнитофон тартып алды ғой менен деймін ғой. Яғни, қумашы, короче, сенбейді. Сосын Талғат аға звондайды. Мен айтам, тоже түсіндірем. Осылай тартып алды менен жолда пышақпен анау десем. Тоже сенбейді, қумашы дейді, короче. Сосын, ну ладно, енді сенбесеңдер дедім де, просто жоқ болып кеттім. Андай. Потерялся. Андай телефондарға білесің ба, бүйтіп алып тастап бүйтіп қойып қойсаң, келмейді звонок. Блок сол кездегі. Сөйтіп заблокировать етіп тастадым. Албаты звондамайды, короче. Примерно кешке звондайды да, кешке жақын бүйтіп өтірік. Сәл көтеріп кетесің. Суырып кетемін, бірдеңе істеймін, чтобы мамаға айтпас үшін. Сөйтіп қатты, в общем, неге қайтқым келіп жүр ғой? Семейге қатты қайтқым келіп жүр. В общем, нереально сағынып жүрмін да. И, короче, мамкаға барайыншы десем, жоқ, болды, осында үйрен, болды, осында тұрамыз дейді. И нетем, короче, арбуз ма істеп жүремін жазда, 9 бітіргеннен кейін. Арбуз сататын жерде. Көмектесіп көтеріп, сол жерден тапқан ақшалары, тапқан ақшаны бүйтіп мамкаға беріп отырмын ғой енді. Сөйтіп мамка шкатулкаға жинап жүреді оны. Сөйтіп түнде, короче, қашам деп шешем ғой семейге. Қашам деп шешем. Бірақ ол кезде, то есть, ол ақша түспей тұрып. Мен қазір жаяу шығып кетсем, қалай болады деп ойланам. Сосын ойланам, типа, 1 километрді мен, типа, 10 минутта жүрем. Егер 200 километрді 10 минуттан санасам, короче, гонево 2 күн. Миымда. Семейге жаяу шықпақсың. Типа, елестірден шиголым ғой. Қыста еще. Жоқ, жаз. 9 бітіргеннен кейін жүрмін ғой жазда. Мен кондиционер. Жоқ, сен қара, сені қыста гопыт етіп тартып алды ғой сені. Қыста гопыт етіп кетті. Мен вообще, то есть, ол Өскемендегі немді айтып отқам ғой. Вообще, ситуация маған қиын болып отыр, в общем. Сен ана балалар таки отстали?
Мен просто жоғалып кеттім. Олар басқа мектеп қой, мен мектебімде команда жоқ, мен просто жоқ болып кеттім. И мен, короче, андай бір дұрыс дос тапқан жоқпын, қиын болып отыр да. Семейді сағынып жүрмін ғой, любой нәрсе, короче, семейге қайтып келіп тұрады, любой момент. И сөйтем де, короче, мен қашан деп шешем де, 2000 теңгені аламын ана жерден, шоколадкадан. И мамаға таңғы 4-те записка тастап кетем. Сен бүкіл оқиғаларың 2000 теңгеге по идее. Сөйтіп, нетем, мама, короче, маған ренжімеңіз, 2000 теңгені алдым. Мен семейде тұрамын по-любому. Мен мына жақта тұра алмаймын, ренжімеңіз деген записканы тастаймын. И 4-те ақырын үйден шығып кетемін, короче. Сөйтіп, ана бір вокзал бар, алыста автобус жүреді сол жақтан. Арзан 700 теңгеге жетіп алсын семейге. Сөйтіп, сол жерге 2 сағаттай жаяу жүріп, 7-тегі неге отырып кетемін. Ё-мо, билет алып кірем отырып кеттім. Сол жерден 700 теңгеге билет алдым да семейге отырып кеттім. 2 сағат қой, 200 километр. Семейге шығып кетемін. И туысқандар ретінде барамын деп, бір жақсы араласып жүрген туысқандар бар, солар ретінде тұрамын деп, примерно ойланып келе жатырмын. Сөйтіп барамын да, түсіп, короче, ана мен тұрып жатқан үйді, біз семейдегі үйімізді арендаға беріп қойғанбыз да квартиранттарға. И мен ана, короче, үйді сағынамын андай. Сондай қиялданып жүрген кез ғой. Сөйтіп, короче, үйді сағынғаннан ана үйге барамын ғой өзім. Өз үйіме барамын да, тоқылдатамын, короче. И квартиранттар ашады. А квартиранттар мені танымайды. Мамка мен сөйлескен ғой. Квартира ашады, и мен тұрамын да. Үйді көру үшін ғой, не болып жатыр іште. Бүйтіп қараймын да, елдар бар ма үйде деймін. Жо-жо олар көшіп кеткен дейді. Деймін да, жан жақты үйді қарап аламын, короче. Ну, типа, кішкене сағынышты басы бар. Сөйтіп, содан кейін барып, туысқандардың тұрдым. И мамка потом мен үшін, короче, көшіп келді, все-таки. А сен қалай тапты вообще? Кім? Мама ма? Иә. Хатты оқыды ғой явно. Хатты оқыды ғой явно. И ол мен автоматически біледі ғой, қай туысқаныма бірінші баратынымды, в принципе. Таяқ жедің ба? Жоқ, ол андай енді ол кезде уже түсінді. То есть, ну да. Насколько сен сағынғаныңды ма? Иә, содан кейін жарайды, тұрайық семейде деді ғой. Сөйтіп семейде тұрдық. Содан бері әйтпесе мен ускоманский болып кетуіме чуть-чуть қалды. Қазір Өскемен лигасының атынан шығушы едім. Чемпион болатын едім. Чемпион болушы едім. Элемент Өскемен. Может, Шалқармен ойнаушы едім. Онда қандай ақындар бар Өскеменде, орыс музейі бар. Сергей Лазарев. Лазарев емес, Зверев екен. Ой, кім? Сергей Зверев, одан кейін Барри Алибасов шыққан Өскеменнен, по-моему. Лера Кудрявцева шыққан орыстардан. Чеботков шыққан. Чеботков шыққан 1040 Кешіне жерге километр фильмнен түскен. қоншы. Айтпақшы, құрметті көрермендер, жақында Абилаш құрамасының елдердің продюсерлігімен 1040 фильмі кинотеатрларға шығады. Барлық кинотеатрда деп отырмыз қазір. Олай болған қалап отырмыз. Иә, өте күшті кино. Көптеген жұлдыздар түскен, және де сценарий өте мықты деп ойлаймын өзім. Көріңіздер, келіңіздер, попкорн алып, напитокпен кинотеатрда. Менде мынандай, короче, кішігірім бар. Оқиға. В общем, 2000 где-то бар ғой. 2000 емес, где-то 98-99 жылдар мен где-то 10-дамын, ағам 11-12-де, короче. Мен 9-10-дамын, братан 11-12-де. Точно білмеймін. Ол кезде андай игровой клуб деп аталады. Қазір компьютерный клуб, PlayStation клуб деп аталады. Ол кезде игровой клуб деп аталады. Ол жерде Сегалар тұрады. Сеганы білесіңдер ғой, иә? Сега. Білмеймін, бізде бұл жоқпыз ғой. Дәурен әлі ойнайды. Короче, Сега тұрады, где-то бір 6-7 штук өйткені арзан ғой. И екі Sony PlayStation 2 тұрады, короче. Ол қымбат, короче. Сол кезде Сега ойнасаң, сағаты 1 минуты 1 теңге. 1 сағат ойнайсың 60 теңге. Ал PlayStation 100 теңге сағаты, короче. Ананы ойнаған кезде дерзкий ойында уличный боец дейтін бар, Taken 3 бар. Ойнаған кезде ана джойстиктары вибрация береді, басқа эффект, графикасы дерзкий прям ол кезде. Қазір қарасаң, не графика дейсің ғой, бірақ на тот момент страшно болады бәріміз. Мен түсініп тұрмын, мен FIFA 98 ойнағам. Содан кейін түсініп тұрмын. Иә. И сенде қолыңа 50 теңге түссе, сенде таңдау тұрады, короче. 1 сағат Mortal Kombat ойнау ма? Онша емес графикамен. Или 20 минут Sony ойнау ма дейтін ғой, короче. 100 теңге түссе уже Sony ойнайсың. Сөйтіп, кетші, пожалуйста. Жарайды. Сөйтіп,
бізге үйге қонақтар келеді. Біздің үйдің жанында Пифагор дейтін игровой клуб болатын. Емеде 72-ші кварталда. Сөйтіп үйге қонақтар келді де, бізге 100 теңге береді, короче. Қонақтар келген кезде сата салады ғой. Екеуіне. Ағам екеумізге. Бізде, ё-май, сразу шығамыз, игровой клубқа барамыз. Бізде, короче, в основном 20 теңге береді иногда. Соны барып, Mortal Kombat ойнайсың, Sony никогда ойнамағанбыз ғой, короче. И бізде тұрамыз да. Мынау Sony ойнайтын ақша, короче. Өйткені игровой клубта қыста барасың да, біреудің ойнағанына қарап тұрасың просто. И сөйтіп қайтасың. Уақыт сөйтіп өтетін. Білеміз ғой. Все, ақша бар. Бізге Sony ойнау керек, 1 сағат уличный боец деп. Жүгіріп барамыз. Sony PlayStation занят. Бүкір Сегаларда занят қой, короче. Бос емес. Семейде ақша бар ол кезде. Ол кезде облыс. Қатты ойнағымыз келіп тұр. И бәрі бар ғой, прикинь, бір 2 сағаттан отыр ғой. Уже төлеп тастаған 2 сағатқа, мыналар PlayStation 3 сағатқа бір аркада ойнап отыр, анда ұзақ. Біздің қатты ойнағымыз келіп тұр. И бірақтан администратор тұрады да. Компьютер ойнайсыңдар ма дейді, короче. Тану сендер компьютер бар ма? Я бар дейді. Сөйтсе ана администратордың кішкентай мынандай бөлмесі бар, сол жерде компьютер именно жазатын. На Sony 1 сағатқа отыр деп, чтобы бухгалтерияны жүргізетін. Өзінің компьютері. Сөйтеміз, давай дейміз ғой, короче. Мен қалай деген сияқты ғой. Иә, қандай ойын бар, сұрамаймыз ғой. Давай дейді. Ақшам береміз де, даже қанша екенін сұрамаймыз. Эйфориямен біз қаттан наркотик сияқты ғой, дірілдеп тұрмыз, ойнамыз келіп тұр. Отырамыз екеумізді, отырыс қояды. Компьютер біреу ғана. Сосын тұрады да, кіріп бір Принц Перси дейтін ойын білесің ба, Нұру? Бүйтіп деп жүретін бір, короче, бір стрелка. Не, алдыға жүретін, секіретін, отыратын, артқа, алдыға и ұратын. Колючкаларға түсетін. Соны қосып береді ғой. И ағамыз екеуміз түсінмейміз, короче. 2 адам мынаны қалай ойнауға болады. Мен айтамын, давай сен алдыға артқан ойна. Мен алдымыздан біреу шықса, қылышты алып шығатынды басам, короче. Где-то бар ғой, бір 10-15 минут ойнап отырмыз, анау. Ни о чем вообще, кайф алып жатқан жоқпыз. Бірақ уақыт кетіп жатқан, көтіміз ашып жатыр, короче. Сосын ана администратор шақырамыз да, братан, басқа ойын бар ма дейміз. Я бар, поле чудес дейді, короче. Только огурцы алып келдіңдер ма? Поле чудес дегенді қосады. Поле чудес дейтін ойында ана Якубович көрінбейді. Қонақта 3 персонаж аныру. Спокойной ночи, малышыдағы Хрюшка, жаңағы Сава, тағы да біреу персонаждар, мультиктің персонаждары. Винни-Пух. Енді қалай ойнаймыз десек, мына жерде сұрақ қояды, сендер табу керексіңдер, жауап беру керексіңдер дейді ғой, короче. Экзамен ғой жаңа дәурен компьютердің алдында. Только ақша төлейсің. И типа бізге сұрақ қойылады, 2 дөңгелекті транспорт дейді, короче. Типа 8 буква тұр, біз тұрамыз да. Қалай, ана жерде сөздер шығып тұрады бұрышта. Говорите букву дейді, біз отырамыз да, типа. В-ны басамыз. Верно дейді, В ашылады. Ёп, анау настроение түсіп отыр. Сөйтіп велосипед дегенді табамыз ғой. Бірақ та келесі сұрақ қойылған кезде жігіттер уақыт дейді ғой, короче. Сөйтсе оның сағаты 40 минутта 100 теңге ма, сондайға өзінше баға қоя салады да бізге. Где-то бір 30 минуттан кейін біз тұрғыз жүреді ғой. Кәдімгі жылағымыз келіп тұр кәдімгі. Сөйтіп қайттық па еді. Гоним екен, да? Ана ол кезде просто, администратор дұрыс емес, енді үлкен мужик қой, по идее. Біз щегол екеніміз көріп тұр ғой. Ойна деген істеп отыр ма? Иә, ақша керек болды, өйткені біздің ақшамызды алып қалу керек, бірақ сегалар бос емес. Сосын келді, компьютер ойнаңдар деді, просто. Компьютерін пихать деп отыр ма? Иә, сөйтіп бардық та, Принц Перси, поле чудес ойнап, қайттық. Түйін лох болманды. Поле чудес деген ойын жұртты бірақ. Вообще қызық емес қой. Вообще қызық емес, өйткені біз енді, хотя Mortal Kombat қой, енді төбелеседі, қан шығады, бруталити, фаталити жасайсың. Еще ведущий жоқ ойлашы. Көрінбей ма? Какой-то... Біз Якубовичті көрейік дегенбіз негізі. Якубовичті көргенде вообще басқа эффект болып шеді деп. Жоқ адам жай сөйлеп отса да. Болды. Тығызды бүйтіп шығады, короче. Иә, менде оқиға бар. Бұның айтпақшы, сол құлағы естімейді ғой. Соны айтайын деп жатсың ба? Жоқ, басқасы. Басқа да. Оны естиді ғой, ладно. Мұны естіп тұр. Сөзі. Неге естіпей қалғанын айтып берсін. Сол, короче, басында өткен оқиға. Сол банағы 12-ші колледжде болған оқиға ғой. Сол кабинет емес шығар. Сол кабинет емес,
да слушай меня. Сол комит ой қайда комит? Сол колледжде болған оқиға, короче, сол колледжден 4 группасымыз шығамыз. Мен санамағанда, короче, 3 группасым ғой. И төртеуміз шығамыз. Математика. Логично. Логика сөйлесе. Төртеуміз шығамыз. Екеуі болмаса екеуі мал кетіп тұрсын. Мен айтсам дейін. Да. Сөйтіп 4 группасымыз шығамыз. Мен қосқан төртеу. Сөйтіп бәріміз ақылдасақ. Оны түсіндік. Үшеуі болмаса сен жалғыз жүрсің. Ой, мен жалғыз жүрмеймін ғой, бірақ. Мен жалғыз ассалаумағалейкум. Төртеуін кетіп бара жатсыңдар сосын. Төртеуміз кетіп жатырық та, сосын ақылдасамыз. Кім қай жаққа барады, немен барады деген сияқты. Ақылдасасың ғой. Үйге қайтып бара жатсыңдар ма? Иә, үйге қайту керек қой сол. Күнде ақылдасады. Үйге үйге. әр күні адрестерің өзгере ма? Бүгін анда болмандай жүрсің. Кім қай жаққа баратынын білмейсің ғой мысалы. Жоқ, неге сендер бұл жылдың басы ма? Енді танысып жатсыңдар ма? Жоқ, бұл қайда, ортасы ма? Неге именно сол күні ақылдасыңдар? Жоқ, шынайы сұрақ просто. Неге сол күні ақылдасыңдар, кім қай жаққа баратын дегенім ғой? Білу керек қой негізі. Жоқ, білу керек болғанда андай үйлері басқа жақта маршруткалармен бару керек қой, анда мында деген сияқты солай ғой. Жауап любой жерге маршрут керек ма? Жоқ, брат, сендер неге оған дейін Бірге шығады ғой. бірге шығасыңдар ғой? Мен мысалы сагрупптарым кім қай маршрутка автобусқа отыратынын мен уже білдім да бірінші айда оқыған кезде. Сендер до этого сұраған жоқсыңдар ма, кім қайда баратынын? Жоқ, сұраған жоқпыз, шықтық та жүре бергенбіз ғой. Жаққа ма? Жан жаққа. Кім қайда кетеді сол жүре. Бәрі тарағал тұрған кезде Дәурен тұрады, стоп дейді. Кім қайда барады? Айтпақшы қай жақтысың? Руларың қандай ма? Бірге оқып жатыр. Сөйтіп, екі группасым айтады, біз двойкамен барамыз дейді де олар басқа жақтан кетіп жатады ғой. Мен тағы бір группасым екеуміз қалып қоямыз. Біз 43-пен барамыз дейміз. Қыстың күні еще айта ұмытып кеткен ғой. Сөйтіп, жолдың шетінде бер жағында тұрып, жолдың арғы бетіне өту керек бізге. Жолдың арғы бет жағында өйткені остановка сияқты бар, сол жерде маршрут тоқтайды ғой. Остановка сияқты? Остановка, автобус тоқтайды, бірақ жоқ ол жерде. Өзінің емес жоқ, ғимараты жоқ андай. Ғимарат жоқ, просто автобустың емес тұрған шығар мынандай. Ондай жоқ па? Ондай да жоқ. Просто автобуспен халық қана біледі, ол жер остановка екен. Иә, сол жерге тоқтайды. Всегда сол жерге тоқтайды, білмеймін. Кондуктор, между нами. Осы жерде тоқтаймыз. Чисто Алматы ешкім. Ну нахуй палево жасамады. Сол жерге тоқтайды, короче. И жолдың арғы бетіне шығып кету керек. Мен тұрамын да, сол жағыма қараймын, машина жоқ, оң жағыма қараймын, машина жоқ. Сосын жүгіріп өту керек қой, жүгіріп өтіп жатыр едім. Оң жағымнан бір Toyota. Жоқ, Toyota Land Cruiser, короче, нөмір машина ғой, джип. Ойда жоқта оң жағымнан шығып қалды да мен тек кетеді ғой, аяғымнан. Қағып кетеді. Қағып кетеді, короче, мен бүйтіп ұшып кетемін де, аспанда 3 рет айналамын да баспен құлаймын ғой былай. 3 рет? Иә, 3 рет айналып құлаймын. Санап үлгердің ба? Қатысып құлаймын. Бүйтіп айналып бүйтіп құлайды. Киноларда құлайды ғой солай ғой. Қалай сана өзгерді? Сөйтіп құлаймын ғой. Сөйтіп, құлаймын ғой жерге. Сөйтіп бүйтіп желайып, аяғым ауырып тұр уже. Бүйтіп желайып екенде бүйтіп оң жақ көзім бүйтіп сығырайып бүйтіп машинаға қарап қоямын, машинаға мамадап қоямын ғой. Сен не прав екенін түсініпсің ба, типа? Не прав болғанда белгіде пешеход, светофор ештеме жоқ анда. Просто андай ғой. Қай жерде жүрсің? Автобус астанып белгі жоқ. Енді колледж сол жақта болса мен не істеймін енді? Мен де сол жерде оқығанмын. Иә. И, короче, машинаға қарап қоямын, мама деп, короче, машинасын сен қораға келесің ғой енді. Штраф анау мынау. Денсаулығың ше. Ой, мен қазір. Бірақ аяғы ана жерде жатыр. Машинамын ба? Мен больницаға барып емделемін ғой мен. Сөйтіп бір қарадың. Бір қарадың машина аман екен. Ішінен дедім де бүйтіп тұрдым да бүйтіп. Сол кездегі. Тұрдым да бүйтіп аяғым ұстап бүйтіп кетіп бара жатырмын ғой. Максимально ауырған сияқты көрсетіп жатсың ба? Бүйтіп көрсеткенде былай ұстап кетіп жатырмын аяғым. И ана шофердің қасында әйелі бар. Вроде қазақ сияқты, бірақ орысша сөйлеп тұр. И бүйтіп машинадан шығады да, ты че, сука, долбоёб, что ли? Сөйтіп боқтап тұр ғой. Мен түсінбей жатырмын, аяғымда өзім аяғым. Орысша түсінбей жатсың ба, жалпы түсінбей жатсың? Жоқ, жалпы не отқан түсінбей жатырмын. Шақаға түйше боқтайтын алып бұл боғауыздар кетіп жатыр. Сонда бірақ машинаның жағдайын көріп тұр. Ты че, сука, білем. айттың. Мен маршрут не оқылды уже кету керек маған.
кетпей жатады. кету Кетіп керек. қойын маршрутке бар енді. Боғаз фестивалі басқан объект емес па? Аяғым ұстап кетейін деп жатырмын. Группасым келді де айтады. Шөше, кетші, шақырып отыр дейді. Ой, бармаймын мен деймін. Қош бармаймын. Кім шақырып? Шөше, анда, кісілер шақырып отыр. Жоқ, бармайын деп. Енді мінейін деп жатыр едім, жаңағы кісілер келді де. Ұстап алып жібермейді уже. Сосын әйел айтады, что там бәрі нормально ма дейді. Нормально деп қойсаң, аяқ ұстап қоямын еще. Давай саған может ақша берейік дейді. Сосын күйеу айтады, қой қайдағы ақша, ертең заявление жазса, ертең машина нөмірін тауып алып, анау заявление жасап құра кіреміз дейді. Сосын Орысша сөйлесіп отырады ғой, қалай құра? білмеймін сол. Солай естіді ма? Күйеу айтады, қайдағы ақша, давай онан да больницаға апарып қаратайық, денсаулығын тексерейік дейді ғой. артынан дұрыс жүріп тұр. Сөйтіп мені группасын машинаға отырғызады да, 6-й микрорайон. Сол отырғызады да, 6-й микрорайон жақта, короче, не бар, больница бар. Соған апарды да, полностью қағаз толтырды да, полностью дәрігер бәрін қарап шықты. Қағаз бәрін оқыды да, бүйтіп қолын қойып деді. Сосын в общем, болғаннан кейін машинаға отырсыз да, қаяққа барасыңдар деді. Мен айттым, базарға барамын дейміз. Базарға апарып болды. Аман қалдым дейсің ғой, үшім, иә? Түйін, жолда абай жүрмеңдер. Жайды түйін, пешеход салыңдар дейсің ғой. Астынан бастап кім қай жерде тұратынын айтсын. Мен ол 2 жыл жарымнан кейін. Қайда отырсың? Қайда тұрасың? Наурыз сен де білден ғой ма? Аты шулы наурыз. Мен барлық қызықтың бәріне сөйлеуден кейін қызық қой, пайда болғаны ма? Неге оқиға? Ол сөйлегенің кішкентайыңнан емес қой айтпақшы да? Жоқ, Енді вообще мен басқа тұру үшін осындай оған. мен бағы негізінде үйде балалардың өзі қатар достардың арасында ешкім айтпаған былай. Сен бүйтіп сөйлейсің ғой деп. Мен қазір кругым ауысты ғой енді. Оқу бітіргеннен кейін универге ауысқан 1-ші курста көз байқады. Сол кезде айта бастады. Сен сол кезде универге дейін мен нормально сөйлей жүрмін деп ойладым. Деп жүрдім өзімше. Деп жүрген өзінде емес. Шоу труманы. Ешкім айтпаған. Шоу труманы. Мектепте 10-11 сыныпта өлең жүрген адам ғой сахнада. Қандай өлең? Жайдарманда әзіл хабарлап, сөйтіп жүрген адам ғой. 1-ші курсқа келген кезде көбісі еще не істеймін ғой. Группашылар ғой бірінші. Уверен, голосовой жіберем ғой. Ұзақ жібереді екен еще. Балалар айтады. Уверен жібересің. И группада бір қызжар жүрді. Ұзақ енді көбісі тыңдағысы келмейді ғой. Бір қызжар жүрді. Наурыздың голосовойын 1,5-2 тыңдасын четко естіледі екен деп. Осындай зат болды. Сол кездегі балалардың осы ішіп алғасын ба деген көп орызылды. Сол орызы жайдармамен шығып кеттік. Бірінші орызда ішіп алғасын ба деген затты шығып кеттік. Бірақ оның кейбір минустары да көп та. Қандай? Мен өзім машина айдаймын. Үйде машинам бар. Машинам болды. Ағамның машинасы кейде жиі шығамын қалаға. Таксовать етемін. Таксовать етемін, әрі бері жүрім. Полициялар ұстап қойғанда кейін. Ойлап қалып, не тексеретіні бар, сөйтіп, уақытта не сөйтіп. Сен де прям алып кеткен кездер болды ма? Алып кетпейді, ұстап қалады көп уақыт. Түсіндіруге ма? Асық кетіп қалса, түсіндіре алмай сөйтесің. Сондай заттар болады. Сен айтып едің ғой өткенде ресторанға деген. Ауызға шығып барсам қиын шығады. Қабыл болсын дегенде. Білет, балалармен жиналып неге отыратын болдық. Ресторан бар, халы ресторанда. Соған бағы айтады, барлық бұлар занят болады деп айтады. Наурыз сен звондашыш, мен андай бар. Мен өз фобиям бар, ешқайда звондап, бұрын жасап бір нәрсе істегім келмейді. Өйткен бәрі айтады. Бізде осындай, бізде түсіндіре алмайын да өзім ішіндегі заттарын. Бірге звондаймын. Халы ресторанға. Халы ресторанға. Осындай бұрын жасауға кешіріңіз, біздің жер халы дейді. Жарайды, барамыз. Барамыз да, бірінші мен барып оламын, маған звондап. Балалар кәтші орын ала беріңдерші, анау жоқ, мен барамын қайтады.
кеше бағана звондаңыз мен сізге айтып еді ғой бұл жер халал жер отыруға болмайды деп сөйтіп мен басқа қасымдағы достарымды күттім амал жоқтан олар келіп түсіндіріп сөйтіп әлі кіргенбіз ал төре берсек бір қарағанда иә балалар айтып берді жөнінде ол подробно айтып керек емес просто Дәурен Асқарды білесің ғой, орысша сөйлейді. Очкидегі бала. И Наурыз үшеуі магазинге барған ғой. В общем, 45 минут па тұрғанға кепіш болып. Құлақ естімейтін апай болған. Соны да барғанымыз бір туалетте бумағымен тырнақ алуға ғана. 45 минут келді ғой. В общем, андай. Мынау орысша түсінбеген, орысша айтқан, тырысқан. Бұның дауысын түсінбеген, естімеген, бұл Наурыз айтқанын вообще түсінбеген. Анау Асқар тұрып, әкеліңдерші мен түсірейін десе, сөйтсе ана кісі өзі естімейтін болып, слуховой аппарат тағып. В общем, бұтсыт болған. В общем, проблема болып кетеді ғой, магазинге. Асқар ашуланған ғой, өзі, понятно. Мүмкін емес нәрсе неге. Құлағы андай аппаратпен істейді екен де қоспаған. Еще андай болды ғой оның дәуіксі. Каспий бар ғой. Каспийні жібереміз дейміз де, номерін айт десек ана кісі түсінбей жатыр. Бұл кезде қасындағы сатушы келеді де, айтады, түсіндіріп береді, ана жазып береді номерін. Каспий жазып береді, біз ақша жібереміз де, чегін көрсетеміз. Ол кісі барады, аппарат тақып қайтты, қызына звондайды ғой. Ал Каспий қыздың номерінде екен. Ол кішкентай телефонмен қызына звондайды да, точка түсті ма дейді, анау жағынан айтып жатыр, анау естімей жатыр соны, аппарат тақып қойған. Сөйтіп бір сағаттай ғой, сондағы бәрі толғаннан кейін бар аппаратын тағып сөйсі дейді. Сонда аппарат тағатта сөйсі болды. Ал қасындағы бутиктер жабылып жатыр. Біз ең соңғы шықтық әйтеуір. Сонда бір бізден басқа ешкімде ойшы. Дәуреннің несі сол құлағын естімеуге қалай жеткеніңді айтшы. Сол құлағын мүлдем естімей ма? Вообще естімейді. Мен айтып отыр ғой естімеді. Әлі естімейді. Былай жартылай ғой, қырылдап шығады ғой. Қырылдап? И, короче, не естімей алып, короче. Мен, короче, ауылда тұрам, Белес деген ауыл ғой. Атын шығарғың келіп жүрген ауыл. Аты жеге айтасың. Дәуреннің аты шықты уже. И сол Белес деген ауылда тұрам, и сол Белес деген ауыл, короче, екіге бөлінеді. Андай, старый, новый деген сияқты ғой. Бірақ біздікі старый, новый басқаша бөлінеді. Біздікі старый жақта Москва жақ дейді. Новый жақта совхоз дейді. Москва совхоз. Москва совхоз. Оборот болу керек қой негізі. Сондай дейді. Мен совхоз жақта тұрам. Почему-то мен велосипедпен шығам да. Бет трассаға шығам. Велосипед теуге шығам. Оған немен? Неге Москва жаққа қарай теуіп барам велосипедті. Қызықшын ғой өзім, просто теуіп ғой. Москва жаққа қарай теуіп барам. Москва жаққа андай трасса ғой еще, дүп түзеу андай. Велик тепкенге. Онда точно Москва. Тепкенде детскан. Сөйтіп Москва жақтан кейін қарай қайту керек үй жаққа. Кейін қарай теуіп керек қой. Кейін қарай теуіп бара жатқанда педальды қатты бар күшпен айналдырып қоятын. Бір кезде үйдің қасында пауэрловка келгенде тісім шығып кетеді ғой. Анан тоқтата алмай жатырмын, аяқпен де уже болмай жатыр. Алдын машина келіп қалды ғой. Сәс қарақтап рөл бұрып жіберем ғой. Мынау бүйткен трасса ғой. Бұлай түсетін не ғой бүйтіп. Ойға кетіп қалдым. Тұрғанда велосипедпен бірге айналып кетем ғой баспен. Құлайым ғой, былайынан құлайым ғой. Құлағым, бүйтіп құлақпен құлайым, баспен құлағанда короче. Құлағым шулайды ғой дейді. Бір ай система алып, бүйтіп қаралып нетіп жүрдім ғой. Мына құлағым шулайды, қазір шулап отыр азап. Ана құлағым шулайды ғой, шулағанда не құлағаннан шулайтын білмеймін, не біреу жамандап отқан білмеймін ғой ана. Сондай болып қалған ғой. Уайымдарың басқаша екен. Сондай білмеймін. Тоқтамай өмір бойы жамандап отырса біресе. Сонда ол травма, былай құлаған кезде алған травмаң, Қатты құлап тұрсың. Қатты құлап тұрмын ғой баспен. Еще бұлардың денсаулықтарына салғырт қарайды. Неге енді қарауылға әлі өмірі алға ғой. Қайтып емдеуге болады деген сияқты. Неге бармайсың десең? Жәнегі не сияқты ғой? Неге бармайсың десең? Крановщиктің дипломы сияқты ғой, правосы сияқты. Салғырт қарайды. Абай жүріңіздер. Денсаулыққа қараңыздар. Жолда оңға солға қараңыздар. Велосипедте тұрыңыз ұрған жоқ қой. Жоқ, андай велосипед қой, білесің ме, алдыға айналдырсаң алдыға жүреді, артқа нетсең тормоз. Ол брат, мынау велосипедтер бар ғой, современный ғой, типа тормозы мына жерде дейтін.
Біздікіде всегда сол болады, бүйтесің, тармайсың. Просто не дады, самокат айдағанда да тұрмызды баспайды да. қоя қояй. өзінің де бар самокат айдаймыз алдында самокат айдадық қой Алматыға келгенде. Тормозды баспайды, алдыға келе жатқанда былай тұр алыстан қайсысы брат өткетейін сөйтіп шуладық. Содан кейін содан бастап самокатқа сигнал бар екен ғой. Білмеймін, шұқылап та қоймаған. содан кейін отырмаймыз деп шештік. Опасно. Содан бері мінбеймін мен жақтапаймын. Және гаи деген кезде есіме түсіп кетті. Короче, семейден бір дос бала келді той жүргізуге Алматыға. Осы жақында болған оқиға. Сосын айтты, мен осындай ресторандамын, түнгі 12-де босаймын ровно деді. Все, хорошо, мен жұмыстан шаршап келдім де, үйге сағат 8-ге таман келдім де, ойладым, сағат 12-де ол босаса, примерно 11:30-ға таман шығып кетсем, как раз сол қалан шет жағындағы ресторан екен. Соған барам, оған дейін ұйықтап аламын дедім де, короче, жұмыстан келіп ұйықтап алдым. Ояндым, көзім ісіп кеткен, көзім қып-қызыл. Сөйтіп ресторанға бардым, барсам, той созылып жатыр, 12-де біткен жоқ, короче. Мен еще дел салып отырмын. Сөйтіп отырмын да, сол жерде амандастық айтады, той бітпей жатыр, әлі штос бар, түнгі 1-де бітеді, 1:30-ға таман отыра тұрасың. Еш жоқ, қымыз ішіп отыр деді, короче. Бір қымыз әкеп берді, қымыз қышқыл екен да, ішіп отырмын. Сөйтіп той бітті. Той бітеді, мен за рулем жүрмін. Айттым, кеттік бар, тамақ ішейік деп. Ол қасыма отырды. Короче, ана жерде былай ресторан, 2 ресторан қатарынан тұр. Сөйтіп отырды, ремень тақты, да ресторан алдынан шығып едік, артымыздан гаи шығады, короче. Андай тік-тік-тік-тік-тік көк қызыл емесімен. Сиренасымен. Бірақ кетіп бара жатырмын. Звук болған жоқ, просто светін көрдім арт жақтан. Айнадан қарасың, все хорошо. И бірақ ана гаишниктер қатты жүріп, мен прям қуып жетіп алады да. Мен былай келесем, енді қарамайсың ол кезде. Максимально қарамай отырсыз. Келе жатсам, и прям көріп тұрмын, что бір гаишник бүйтіп қарап отыр прям. Өз машинасынан, жүріп келе жатып маған қарап тұр. Сәл напрягать етеді. Где-то бар ғой бір 20 секунд жүріп келдік қой сол. Дәл қатарыңызды ұстап алған прям. Это примет право деді, короче, маған. Ё-моё, не болып қалды. Менде бәрі документ, бәрі дұрыс. Бірақ та отырмын машина, терезені түсірем. Ассалаумағалейкум, осындай тойдан шықтыңыздар ма? Иә. Документ бола ма? Конечно, документті берем. Алатта машинадан шығыңызшы дейді. Не болып отыр? Сосын шығам. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Что-то ішкенсің ба, брат дейді. Мен говорю, жоқ. Көзім қып-қызыл ғой, брат. Мен ұйықтағаннан, короче. Құлағым ұйықтаған, көзім ісіп кеткен қып-қызыл. Мен айтым, жоқ, ішкен жоқпын. Үрлеш дейді. Үрлеймін. И сол моментта ойлаймын, қымыз шыға ма, шықпай ма? Сосын кетті, перегар бар сияқты ма? И мен тұрамын да, уже уверенность болсам, бірақ ана қымыз, бір стакан қымыздан, скорее всего, перегар шықпайды. Бірақ ойлап тұрмын, егер экспертиза болса, шыға ма, шықпай ма, точно сомнение ұстап қалған ғой, денем суық болып кетеді ғой. А егер де спирт шықса, ол лишение прям. Сосын тұрамын да, жоқ, брат, негізі ішкен жоқпын, просто ұйықтап тұрмын деймін. Просто біз рестораннан в основном дейді да, ішіп алғандар шығып, за руле отыра салатын кейбіреулер болады ғой, за рулем келеді тойға. Жарайды деп, іше салып, типа, техничный айтып кетемін. Бетім, жоқ, брат, ішкен жоқпын, семейдің дос балам келді, күтіп алып жатырмын негізі, тамақ ішіп отырсыңыз деп. Точно ішкен жоқсың ба? Мен айттым, жоқ, брат, кеттік еште экспертиза жасайық деп өзім айтқаннан кейін. Все хорошо, жол болсын деді де, қайтадан кетті. Уф дегенсің ғой, оказывается, рулеға отырсам, в целом қымыз дейтін нәрсеге жоламаған дұрыс екен. Вообще, қазір последний бір қымыз ішкен кезде достарым қуып кеткен. Содан кейін түсіндім, анау, короче, алкого ғой просто. Почти. Осы жоқ па? Жетпейді, алкого. Жоқ, анау, андай қымыз, 5-литровый қымыздар болды, ауылдан келген қымыздар, короче. Ана бутылкадағы стеклянный емес, онда ішпейсің ғой вообще. Прям жақсы қымыздар құйып әкеп берді да. Шошып кеттім. Және гаи деген кезде неге шығып кетті? Гаи туралы бір оқиға болды. Иә, гаи бұл тоже қымыз сияқты. Сен содан шықты екен ғой. Мен тезде водитель болып баратын. Астанада. Өмірің сынақ екен. Өйткені ауылымде ғой тоже. Қаланың шетінде зона отығалар көп та. Суыты бар сен индрайвер басқасынан тезде водитель ақшалар құнып тұрады. 6 мың, 7 мың.
барасың, барасың да праваңды көрсетесің, сөйтесің, сосын что-то өзің жоқ, үрлеп бүйтіп, олармен бір тексеріліп аласың, апарып тастайсың, содан кейін. кстати, Астана жақта Көкшетау бар ғой, Бурабай жақтан. Именно суббота воскресенье күні Бурабайдан қайтатын адамдарды обязательно тоқтатады ғой. Өйткені олар енді суббота күні нормально гужбайнд етеді, организмнан ана шықпайды. Айықса да сөйтіп тоқтатып немететіні бар. Біз бір ретінде Бурабайға демалғанбыз, суға түсуге барған кезде. Тоқтатады. Брат, біз просто суға түстік. Точно, уже бізден көрініп тұрды, ондай жоқ екен. Жібере салды. Сосын түсіндім, нормально. И олар прям каждый машинаны тоқтатады. Мен айтайын ба, 10-шы сыныпта военкоматқа апарады ғой, ана. Әскерге. Стрел ма? Атуға? Жоқ, денсаулығыңды қарауға апарады. Алғаш доспалдар іш киіммен көресің ғой, бір неңді көрсетесің бірінші. Кімнің кім екенін білінетін күн ғой. Сосын сол күні бүкіл кабинеттен өттік, лор андай, бәрі хирург, сосын соңғы кабинетте ант қабылдайсың. Сосын сенен кейін... Турсимен ба? Иә, ойлашы. Дамбалмен ант қабылдағанда мен бірдеме адресін айтасың, сен осындай. Сосын мен жақсы өтіп кеттім де, мен андай тып-тыныш болып қалса, күлкі қысады всегда мен андай ұжымада жек өзіме марсалашсыз. Сол тып-тыныш болып қалды да, менен кейін бала келді, амбалымен ірейді ғой, адресін білмейді, сөзін ұмытады. Сосын қатты күлем, қатты, мен қағазымды алайын деп тұрмын, мен есіктен шығамын, үйге кетемін. Сосын майор ма, генерал ма осылай мен қарап отырды, осылай бүйтіп қарап отырды да, анау анты біткесін, қасындағы қыздың құлағына сорлады. Сосын маған бір ақбет берді, общем 10 күн психбольницаға жауып тастайды ғой мен. Ё-моё! Кәдімгі оригинал психбольница. Прикинь, 10 күн қабылдау комиссиясына үйдегілермен барам. Бір бала, үлкен баланы анасы қолынан ұстап тұр. Анау стенкаға жүріп жатыр ғой. Просто стенкаға жүріп жатыр. Психбольницада. Қабылдау, контртағыдай бар ғой. Бүйтіп қалады. Терезесі GTA кәдімгі. Қайда келдім, сосын жауып. Күлген үшін жауып тастады ма? Иә, ерсі күлдім мен ана жерде. Менікі де қате болды. Жауып тастайтын. Кәдімгі розовый болып күлдім, сосын жауып, психбольница 10 күн жауыпты. Прикинь, андай психбольница оригинал. Ең бірінші күні ұйықтап отырмын. Түнде 3-4 ме оянып кетсем, менің кроватымда бүйтіп сақал болып әжік бола отыр ғой. Бүйтіп оянып кеттім, маған қарайды да. Дейді ғой, қайда келдім ғой? Таңертең оянам, киім жоқ, әлдірді жатыр, тақып саған. Сен киінді ма? Иә. Просто анда оправдание деген оның әркім... Неге деп сұрақ қоя алмайсың ғой? Өзі білет, короче. Психбольница. Содан кейін андай армияда 6 ай таяқ жейсің, 6 ай не деген сияқты. 3 күн пәтер боласың, прикинь, маған үйдегілер осындай банан әкеліп тастайды, утеголив деп жазып қояды, холодильникке салып, смело алады да, 10 күн болып жатқан балалар жеп отырады ғой. Сол күнді аңсайсың, 10 күн болса екен деп, короче. 3 күн менің тамағым жеп қойды, сондай болды. Сосын құттай енді 3 күннен кейін опыт пайда болды менде. Иә, өз жерім. Мен анаған өз өлең төсегім болды. Андай кіріп кетқанда бар ғой, бірінші күн андай американский 13-й районға бір новый адам келеді ғой, бүйтіп бас шығарады, бүйтіп солай қарсы алды, әжелер бүйтіп. Новый деп. Жумоң болады сағат 3-те. Жумоңның әр сериясында соғыс қой. Бір баған ғой, олар 3-ті күтіп отырады, 2 кәпішкін алады, әрқайсысы өзінікін. 2-ге бөлінеді. Прикинь, ортада үлкен телевизор ғой. Жумоң аттас келмей бірге шабады бүйтіп. Болды ғой. Төбелесе ма? 60-тағы ағайдың бетіне 18-де баға жүріп. Ема! Басында мен де енді жүріпсің, не істеп? Сосын қолбасшы болдым. Жекпе-жекке шығып жүрдім уже. Ема, сенде от прикинь. 7-ші күні уже опыт бар. Мә, еще. Старшакқа жақындап қазір. 7-ші күні уже пісіп кетті. Мектепте дискотека болып отыр. Андай түрмеден қашып кетті. Нағайлар бар да, мен неге барып кетпейін дедім да. Қашып, билеп үйге қайтып, психбольницаға қайтып келдім ғой. Билеп кетіп па?
мектеп естіп алған Анау темірлан енді. психбольница деп. Жорықтан кейін дискотека жақсы кетеді ғой. демалу керек қой. Соғыстан кейін бір дискотека спорт бар. салға білмейден шыққандай көрдім ғой. Бір жақсы ма дедім. Танымалсың ба мектепте? Прикинь, сосын 25 жастағы қыздар істейді медсестра болып. Іш пысады, сосын түнде ұзын коридорға өзінің кезекшілігінде роза отырады, светін жағып қойып. Ана қорқытасың ғой, есігін мен жартылай шығарамын, осылай. Жайлап бастайды, біліп, өтеғалиев не істеу үшін жата ғой. Өтеғалиев мысалы жат дедім деп күле бересің ғой отыр. Илап жүресің ғой шағымен, Өтеғалиев дейді. Ема, сосын ана тәжікке орыс қолға ғашық болып қалады. Ол да психман еді, бәрі адекватный адамдар. Тек просто чуть-чуть не бар, орынсыз іс-әрекет Соғыс кетеді. Иә, соғысып кету қандай ғой. Сосын хат жазады анау, я тебя люблю, анау мынау деп. Сосын менің хатын бәрін жай жіберемін ананы. Бүкіл анау екеуі жуынатын бөлмеге ваннаға су толтырып жуынып жүр бір күні. Орыс қызы. Иә, жас бой болып кеткен уже, прикинь, психбольница. Ема дедім, сосын солай 10-шы күні, короче, мен андайға айналдым, 7-8 күн болды ғой уже. Холодильниктен кімнің фамилиясын қарамаймын, ұнаған тамағымдағанда. Үйдің холодильнигі сияқты. Иә, өзім мекенім болып кетті ғой анау. Сөйтіп психбольницаға жатып шыққан. Сонда сенімен жатқан адамдардың барлығы 10 күнге жатқандар ма? Жоқ. Постоянка жатқандар да бар. Мынау ең грубый психбольницаның ең жеңілі, психбольница. Олар бөліне ма сонда? Иә, брат, енді стенкаға адам жүріп жатыр ғой, онымен жатқызса ауыр болады. Ойлашы, үлкен жігіт қара күш саған шауып кетсақ. Анда дейтін таңғы 6-та қар ашты қыз қойды, прикинь. Қар? Қар бар ғой, қар болып бір қыстағы. Біз ештеңе емес, есіңді біліп ашып жүрсің ғой әйтеуір. Анда есін білмейтін адамдар қар ашты таңдай бір. Қар ашты, қар тазалай ма? Қар, иә, күрекпен. Бір ыңғайымен ашисың ғой, олар просто күрексізсі, ләтірсі болды. Сенің ашқан жеріңе қайтып қартың мүмкін. Прикинь. Маған күлуге боламын вообще. Осындай оқиға болды, сосын да орынды жерде күлген дұрыс екен содан кейін. Но зато армиядан аман қалдым. Тағы бір история бар. Білмеймін. Тағы бір бар еді ғой, соның ішінде. Еще мен сияқты. Біз ол. Бір 3-4 күн нормальный адам жүр. Бауырым енді мен сен сияқты нечайын түсіп кеттім, анау бүйтіп. Сосын да, давай, анда саған келіп сырласып қоямын анаған келіп. Бір күні иісі қағасып кетті психбольница. Ойлайтын иісі кәдімгі дейтін. Мынаны кім істеген десе, ана брат, мен дейді ғой, ол не істеген? іртіп кеткен, қоқ ұстамайтын болып тұр ғой. Бірақ енді қоқтың миға қандай қатысы бар екенін білмеймін. Бірақ сол жерде сондай оқиғалар болды. Бірақ естелік болды енді. Мәңгі естен кетпес. Өз алмамды жей алмадым ғой бірінші күн енді. Жыладым ғой. Ондай болмай еді өмірімде бар ғой. Ана емеде бір ретінде, по-моему, Майк Тайсон айтады ғой. По-моему, Майк Тайсон. Короче, оны тоже бір наркотический состояние үшін ба психбольницаға жатқызып екен. Жатқызып да, и қасында психтар ғой енді. Сосын психтарға айтады, короче. Мен Майк Тайсонмын дейді, короче. А психтар, мен Наполеонмын деп. Короче, ана жерде аналарға вообще пофиг дейді, сен Майк Тайсон десең, онда мен Гитлермін деп айтады дейді, сен ана жерде дәлелдей алмайсың дейді өзің. Ойын деп түсін қалған шығар. Иә, примерно сол. Жыртыс болып, бірақ та еріксіз күзесін ана жерде. Иә, да. Мен бір картамен отырып ойнаймыз ғой. Бір картамен, анда 12 карта отырады, қарсыласымда. 6-ын қояды, сосын мен біреуін қойымды, сен ұтылдың деймін ғой. Ойынның ережесі, ұтылдың деп айтсаң, ұтылып болды. Алда оңай бірақ бар ғой, сен болды ұтылдың сен. Жеңе саласың ғой, ойынның ережесіне қарамай, 6 қағаз кіріспен тек. Бізде бір оқиғаға уақыт бар қысқа. Ешті біреуде болса. Біз Абибастың құрылғанын айтайық. Давай. Бұл да сол психбольницаның жақты жағы. Абибас құрамасы. Командасы бар ретінде біз рулин орнына келдік қой. Сол Эльдар звондады, короче, бәріміз келістік. Мен Дәуренді кішкентай кезінде көрдім, Орал Жайдарманда ойнап жүрген. Сосын, Агуткейден кейін көріп тұрмын ғой. Сосын
вокзалға келсем дәурен жүр, сақалы мынандай ғой, прикинь. сен Қажылыққа кетіп жатқан сияқты бар оны. Сосын еще қасқырдың суреті бар, футбол киіп алған. Өзі де қасқыр, анау да қасқыр. Қалайсың, братан дейтін. Екеуміз бірге барамыз дейді. Хәпшік алдың ба десем, жоқ, любой затқа жоқ дейді, ештеңе алмаған. Оралдан шығып бара жатсың. Оралдан 2 күн жүреміз. Бірінші ойындар жиналып Көпөйді, жатыр. екеуі де қарама-қарсы алып тастаған. Мынау адам сияқты өмір сүрмейді вообще. Басқаша ұйықтайды, басқаша тамақ ішеді. Обедте обед ішпейді. Күнгі 3:30-да қалбаса жеп отырады өзімен өзі. Еще ана пойызда столды қолданбайды. Өзі жататын жері бәрі кухня. Сосын ең бірінші ауыр дегені осылай пойыз жүріп кетті, купенің ортасынан шықтық, 1-2 сағаттан кейін. Вообще сөйлеген жоқ. Маған қарап тұрмын, істейді, маған қарады да. Дейді ғой, денем салқындап кетті. Еще алдында тісі жоқ қой. Едерге тісі шығып тұрады дейді. Дегендей. Қалай болады екен? 2 күн таңғы 4-5-те оянсаң, ұзын колбаса алып шықтым, мынандай. Ең арзан колбаса, бірақ жарған сияқты оралған. До конца бір қолда. Сарделке ғой? Иә, сарделке. Соны жейіп келді ғой, ештеңе жемейді. Нанмен бастырмай. Прикинь, кіммен батып, уайымдап кеткен соң аман есен жетейін деп. Сосын бардық квартираға Астанаға. Екеуміз жатырық. Сосын Асқар келді. Аягөз ба? Жоқ. Асқар Ашкидегі бала, иә. Ол кезде қуанатын едім, аягөз. Аягөзсіз Асқар. Көзсіз Асқар. Сосын прикинь, ұйықтап жатсам, здравствуйте дейді, андай пунктуальный адам ғой, но естдейді ана пунктуальный. Бүйтіп қарасам, басқаша адам келіп тұр ғой, ережекті несі жаңағы. Сосын мынау кіріп кетті, ассалаумағалейкум, айсыңдар, астаналық болғанмын я, деп, астаналық негізі. Сосын тамақ ішіп отырып қой, ең бірінші ужин, алғашқы команда ужин. Негізі Асқар, я сам сделаю деді ғой. Макарон істеу керек обычный. Кейін сорпаның несін алып, что-то басынан бастап қате екен көрдім, сорпамен. Үлкен кастрөлге андай су көп болып кетіп, шикі болып, жеп пісірді. Тамақ ішіп отыр алғашқы өзім бүйтіп. Әлі ешкімнің көзіне уверенно қараған жоқпын ол уақытта. Дәуреннен бастадым да бүйтіп қараймын ғой. Ауыр тиді ғой анау бар ғой маған. Оказывается, сыртқа келмейді, алдамшы екен ғой, бірақ жақсы балалар болып шықты. Сосын ең жыртқаны мен бұлар жиналды. Сен келдің. Иә, мен жиналды, үйлеріне бардым. Жыртты еді, уже бір-бірімен достасып қалған, бір-біріне уже жесткий әзілдер кетіп жатыр, бір-біріне қатты. Сосын бүйтіп мен что-то сыртқа шықтым да, сосын магазинге бірге шықтым, сосын Наурызбенмен бірге шығып кетті. Сөйтіп Наурыз келді, айырды. Братан, балаларды көріп айырылып қалғансың ғой дейді. Бізді менсінбей тұр ғой. Балалар бизнеске көріп айырылып қалғансың балалар. Өз салға қандын ғой. Өз несімен келді, көлігі бар машинасы. Алғаш редактурға кетіп жатыр. Астанада машинадан қиын ғой. Мен елестете алмай тұрмын, өзі сен айдай аласың ба? ÖTP болған жоқ қой. Өмірімде болған жоқ. Брат, біз үйден бар ғой. Жекпе тұрмын, поворотта. Осылай қашты. Баталық болды. Астанада кеп, өздері менсіз мен әдейі өздерін қалдырып кеттім да, дұрыстап танысып, мынаның 15-ші ма, 14-сі ма? 14-сі бар, сонымен қалаға қыдырып, Мегаға барып, шу болған. Мегадан жоғалып кеткен. Мега өмірінде үлкен Мегаға барып тұр, Астана Мегасы үлкен ғой. Силкуи ма үлкен? Ережеп өзіне қатысты нәрселер бутикаға жүріп, кітап оқып, мен кейін барып жүрмін. Мынау бір Samsung па ескі телефоны бар, вообще интересный емес қой, ештеңе. 2 сағат па жүрдік. Еш жаққа қараған жоқ, сосын ережеппен екеуі ертерек шыға беріңдер дедік. 15 минут бұрын ерте кетіп қалды. Аузына қарай батсақ, бізде шығамыз деп, ережеп осы ашып кеткен түр бір жынданбайтын бала ғой. Мынау бір ешкім бармайтын, өттіне стол тұр, қыз тұр, наклейк сататын. Ақтарып атыр ғой, прикинь, команда. Аджижнабистегі де кейін барап жүрген деп алып. Наклейка қарап. Иә, наклейка қарап. Мега сөйді қызығатын зат көп негізі. Тап наклейка ең соңғы орында анда. Прикинь, 15 минут олар өздері қарап отыр. Мен келдім, екеуміз не болды десем,
Гарри Поттердікі керек. Гарри Поттер, Оралда да бар ғой Гарри Поттер. Сосын ана қыз айтады, ондай жоқ бізде деп. Мен жаңа көрдім. Тек просто араласып кетті. Деді да, 40 минут іздедім. Ана қыз ашынып тұр, я же сказал, нет у нас. Мен көрдім деді да, бір 55 минуттай тұрып, прикинь, бәріміз ашынып. Я жүз десем, вот дейді, хаваладық. Гарри Поттерді ма? Тоқта дейді, тағы наклейк. Андай ақ төс дейтін ит болады ғой. Соның наклейкіні 30 минут іздеді ғой. Оны іздейді, ана жерден теріскен наклейкалар бар енді, Гарри Поттерда. Сөйтіп бізді мазамызды алған бар. сөйтіп маған келді, мегаға барып келдік, соның алған наклейкасын қарашы деді да. Ол жаңағы 50 минутта анда дейді, қарасам. Андай болады ғой, соткаға бүйтіп мысалы герб не, герб сияқты қойып қояды ғой бүйтіп. Ана просто 4 бұрышына ит. Бүйтіп жабыстырса. Телефон. Жұртты. Ақ ит іздедік біз. Мега Сол. Енді осылай құралған команда, енді бұйырса фильм шығарып жатыр. Үлкен кино шығады. Өте қуанышты жағдай. Бұйырса сендердің жолдарын көп командаға берсін. Себебі көп команда емес, команда болып жиналып кино түсіретін. Киноларың сәтті болсын, көп касса жинасын, табысты болыңдар, бай болыңдар. Келгендеріне көп рахмет. Саған да рахмет. Құрметті көрермендер, каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазып кетіңіздер. Және де Мыңғырық фильміне барыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.